Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, білімнің салтанат құру жайында мағыналы ойлар айтылған. Ел ертеңі жастар десек, оларды бәсекеге қабілетті етіп тәрбиелеудің алғы шарты мектеп бағдарламасының жаңартылған мазмұнда болуы. Көкпекті ауданы үлгілі Малшы ауылындағы Абай атындағы орта мектебі жаңартылған білім бағдарламасымен соңғы 3 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің көмегіне сүйене отырып, апробациядан өтіп жатқан білім ошағы алғашқы нәтижелеріне де қол жеткізіп үлгерген. 80 жылдан астам тарихы бар Көкпекті аудандағы Абай атындағы орта мектеп білім және ғылым министрлігі бекітіп берген облыстағы пилоттық білім ошағы. Мектеп балабақша кешені болып жұмыс істейтін мекеме соңғы 3 жылдан бері Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қолданыстағы тәжірибесімен алмасып, жаңартылған білім бағдарламасын меңгеруде. С этого момента осы уақыт ішінде біз ауыл мектебіндегі әріптестерімізге жаңа оқу бағдарламасын, оның дәстүрлі оқыту бағдарламасынан айырмашылығы жайында көптеген ақпарат беріп үйрете бастадық. Соның ішінде білімді бағалауға қатысты мол мағлұмат берілуде. Өйткені жаңартылған білім мазмұнында оқушылар білімін критериалды бағалау жүйесіне баса назар аударылған. Пилоттық мектеп ретінде дәл осы Абай атындағы білім мекемесінің таңдалып алынуы тегін емес деп ойлаймын. Өйткені ұжымда, оқушылар да еңбекқор, ізденімпаз, жаңашыл. Елбасы тапсырмасына орай тиісті министрлік жаңа бағдарламаны еліміздегі мектептерге жаппай енгізе бастады. Ал бұл істі сәл ертерек қолға алған қос білім ордасы арасындағы байланыс тереңдеп, Абай атындағы орта мектеп өз үйренген іс тәжірибелерін аудан көлемінде таратып отыр. Тіптен тәрбие ісінде де алар үлгіміз аз емес. 3 жыл көлемінде зияткерлік мектептерде кең қолданысқа енген шаңырақ, 100 кітап, 100 ән жобаларын өзімізге енгізу арқылы оқушыларымыздың бойына түрлі адами құндылықтарды сіңірудеміз дейді мектеп ұстаздары. Оқушыларымызға бұл жаңартылған білім бағдарламасынан алған білім өте қызықты, тапсырмалары, түрлі тапсырмаларды олар оқушылар көзбен көріп, қолмен ұстап жұмыс жасауда қорытындылай біледі. Және де бізде білім жүйесінде өзгергені бағалау жүйесі. Бағалау жүйесінде балалар күнделікті сабақтарда қалыптастырушы бағалау тапсырмаларында мадақтап, мұғалімдер қолдап отырады. Жиынтық бағалау кезінде балалар осы балдық жүйемен бағаланады. Бағалау демекші алғашында білім саласына енгізілген осы жаңа жүйені түсінбеушілер қатары көп болған. Әсіресе стандарттық бағалауға ет үйреніп кеткен ата-аналар біраз әбігерге түскен. Дегенмен ұстаздар қауымының тынымсыз еңбегінің арқасында бұл мәселенің де түйіні тарқаса керек. Апробацияның басында ата-аналар тарапынан көп түсінбеушілік болды. Өйткені кісілер мына 5 балдық бағалау жүйесіне бейімделіп алған. Бірақ бірте-бірте жұмыс жүре бастады. Осы ата-аналармен үлкен жұмыс жүргізілді. Сабақ беретін мұғалімдер жиі есеп беріп, семинарлар, коучингтер өткізіп, осы ата-аналарға көмек беріп, бірлесе жұмыс істедік. Жаңартылған білім мазмұны бағдарламасындағы ерекшеліктерді өзгелерден бұрын қабылдап отырған үлгілі малшылық мұғалімдер мұнымен ғана тоқтап қалмақ емес. Енді олар алдағы уақытта Семейге барып шеберлік сыныптар мен семинарларға қатысуды көздеп отыр.